Сіздер ардақты ағайындар, біз қазір міне солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Әлжан ауылына келдік. Бұл ауылда ауқымды, күрделі, үлкен көкейтесті мәселелері бар. Ауылдың тозғаны соншалық, жолын көріп тұрсыздар. Жол адам жүргісіз, батпақ. Жазды күні жаңбыр жауған кезде мүлдем ауыл мен аудан орталығына халық қатынай алмай қалады екен. Өткенде ғана солтүстік Қазақстан облысының әкімі Астанада брифингте жол туралы айтты. Жолдың жөнделмегенін айтты. Алдағы 2 жылда жөндейміз деп уәде берді. Бірақ оған дейін ол әкім отыра ма, отырмай ма белгісіз. Айыртау ауданының әкімі бұл Әлжан ауыл туралы біле ме, білмей ме, және де бізге ол жағы да белгісіз. Ардақты ағайындар, міне Әлжан ауылындағы бұрын шаруашылық жүріп тұрған кезде осы жерде қоғамдық монша болыпты. Міне қазір моншаның жағдайы. Жеке монша жағып өздері түседі екен. Ауылда бір сұмдығы, байланыс жоқ, интернет. Екіншісі ауыз су мүлдем жоқ. Қазір ауыз су халық тұтынып отқан жерге барамыз, ауыз суды. Сонымен қатар медамбулатория жоқ. Жай медамбулаторияның пешін жағып отыратын адам бар екен, бірақ аптасына бір рет келіп, сол медамбулаторияға медиктар ауыл халқын қарайды екен. Бұл ауылды фирмасын ұстап отқан үлкен фирма дейді. Пайды да дұрыс бермейді екен. Енді биылғы жылы егіндері жақсы шыққан, бірақ пайды биылғы жылы дұрыстап беріп жатқан көрінеді. Оған дейін жөнді бермеген екен. Салмар Агро А деген ТО басқарып отыр 25 жылдан бері. Осы ТО қандай ауылды ұстап тұрса да, мынандай күйге түсіріп тастаған. Сұмдық. Әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Міне бұл жерде тағы да бір үйлер тұр. Кезінде қандай монша болған, қаңырап бара жатыр. Неге бұл ауылға аталмыш фирма халықтың әлеуметтік жағын қолға алмайды? Ауыз су, қоғамдық монша, жол, халыққа керегі осы ғана ғой. Жағдайларын жасап берсе, халық осы жерде ақырын тұрып күн көре беретін еді. Алдағы жылы мектепте қанша бала бар екенін білмедік, бірақ ұзын құлақтан естуімше мектепте жабылады деген сөз бар. Кеттік. Ардақты ағайындар, мынау бүгін біз Әлжан ауылына келдік қой, аралап көрдік, ауылның жолын көрдік, әлеуметтік мәселелерін қарадық. Көптеген дүниелер көп бұл жерде шешілмеген. Бір қызығы, Салмар Агро А ТО-ның иесі осы ауылдың тумасы екен. Арнайы мына зират басына да келдік. Енді ол кісінің осы жерде ата-бабалары жатқан шығар. Ең болмаса осы үйді істеп беріп бір қайырлы тірлік қылса, нұр үстіне нұр болады деп, өзінің туған елін, туған жерін осылай қанға қақсатып қойғандығы, жолын қақсатып қойғандығы, әлеуметтік мәселесін істеп бермегендігі таң қалып отырмыз. 40 қана үй қалған. Барлығы қазақ, өзінің ағайын туыстары, бауырлары. Жарайды, атасы бір болмаса да қаны бір қазақ қой. Еліне жаны ашымайтын осындай ТО-лар солтүстік Қазақстан облысында көбейіп кеткен. Бұларға әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Ауыл тұрғындарымен кездесіп көшеде сұрасақ, барлығы осы ТО-ны басқарып отқан адамнан ағады. Кейбіреулері біз сонда жұмыс істейміз, біз айтсақ ертең жұмыстан шығып қаламыз деп кәдімгідей үрейде отыр. Бұл енді 21 ғасырда адамның ақыл ойына кіріп шықпайтын, санасына кіріп шықпайтын қорқынышты дүние. ТО-ны басқарып отқан кім деп сұрасақ, осы ауылдың бұрын осы ауылда әкесі туған, атасы осы зиратта жатыр дейді. Енді басқаны сыйламаса да, дүниеден өткен аруақтарды сыйлау керек қой. Туған жерге қазақ айтады, туыңды тік дейді. Туған еліне туын тікпеген мұндай азаматтардан жауапкершілігі жоқ инвесторлардан
бүгінгі біздің үкімет қалай құтылады? Бұл мәселені енді жоғары жақта отырған солтүстік Қазақстан облысының әкімі қолға алады деп ойлаймыз. Болмаса президенттің назарына ілігеді деп те ойлаймыз. Әрбір ауылдың гүлденіп жақсы болып тұрғаны елімізге жақсы ғой. Бұл жерде әлеуметтік мәселелер өте көп. Жолынан бастап басқа да дүниелер күрделеніп кеткен. Ауыл халқы жұмыссыз. Кейбір үйлерде қазіргі таңда 2 адамнан жұмыссыз отырған үйлер бар екен. Әрине, оларға біз аспаннан алтын жалғыз деп отқан жоқпыз. Соны басқарып отқан азаматқа, еліне, халқына, ауылына аздап болса да көңіл бөліп, түскен қаражаттан аздап болса да әлеуметтік мәселелер шешіп беріп отса, соның өзі нұр үстіне нұр болатын еді. Оны біз жамандауға келген жоқпыз, қаралауға келген жоқпыз, даттауға келген жоқпыз. Бірақ ауылды сақтап тұратын кімдер? Инвесторлар. Инвесторлар дәл осылай жұмыс істеп жатқандығына таң қалып отырмыз. Мына ауылдың инвесторлары осы ауылды ұстап тұрған. Ауылға жол істеп бермей қойсын, ол әкімдіктің міндеті. Көшесінің жарық істеп бермей қойсын, ол әкімдіктің міндеті. Суын тартып бермей қойсын, бірақ әкімдіктің міндеті. Дей тұрғанмен осы ауылды ұстап тұрғандықтан олардың да өзінің міндеті бар, функционалдық міндеттері бар, жауапкершілігі бар. Осы ауылдың гүлденіп өсіп өркендеп тұруына сол аталмыш фирма жауапты. Міне артымызда тұрған сол ауылды, осы ауылды ұстап тұрған, Әлжан ауылын ұстап тұрған шаруашылығы, яғни қырманы. Сыртына қарасақ жағдайы жақсы, ешкімнен кем емес. Егер бұл кісінің егіні дұрыс шықпай қалған жағдайда, банкрот болса, хал ахуалы бізбен сіз ойлағандай нашар болса, мынандай жағдайда, мынандай әдемі қырманды ұстап тұрмас еді. Көпшіліктің есіне салайық, ауылда ішкі әлеуметтік мәселесіне көңіл бөліп, халықты жұмыспен қамтамасыз қылып отыратын сол ауылдың жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып табылатын фирмалар. Жаңа көрдік, ауылда су жоқ, жол жоқ, мектебі жабылайын деп жатыр. Жаңа су алып тұрған баладан сұрасақ, жігіттен 18 бала қалды дейді. Кезінде осыдан 25 жыл бұрын 140 үй болған, 120 үй, 140 емес. Сол 120 үйден қаншама бала сол мектепте оққан. Одан кейін 9 жылдық, одан кейін қазір енді 18 бала болғаны белгілі. Демек, болашағы жоқ ауыл деген сөз. Ертең ауылдың бәрі көшіп кетсе, аталмыш фирма жағасы жайлау болып, ауылдың орнына егін егіп, рахаттанып, байыған үстіне байи бере ме? Бұл енді сол фирмаға қоятын сұрақ. Бұған кім жауапты? Солтүстік Қазақстан облысының әкімі жауапты ма? Солтүстік Қазақстан облысының ауыл шаруашылық басқармасы жауапты ма? Әлде Айыртау ауданының әкімі жауапты ма? Бұл сұраққа енді солар жауап береді деп ойлаймыз. Артымызда тұрған керемет қырманға қарап таң қалып отырмыз. Жағдай жаман емес. Демек, ауылға да көңіл бөлген абзал. Печатки емес өнбейді. 149,6 килограмм на 1 гектар. Вот. Хотя, если кому интересно, можете в соседних хозяйствах узнать по Лобанову, там еще 89 килограмм, и то выдают зерносмесью. Они не выдают, как я, чистым зерном, чистым ячменем, который проходит через очистку на мехтаку. Также с этого земельного пая мы очищаем. Но хотя, вот в 2020 году предыдущий аким, я не знаю, в акимате у вас это сохраняется, не сохраняется, я в 2020 году ПСД сделал, проектно-сметную документацию, подал ее в акимат. Сказали, что да, в 2021 году все, будет капитальное щебневание. В 2023 году так же самое, уже 2 года, все, ПСД уже надо обновлять. Опять же, ПСД предыдущий
перед вами Аким. Вот. Он в курсе. Вот, мы вместе нашли эту фирму, которая вот, как говорится, это делает ПСД, это проектно-сметную документацию. За нее надо платить. Эту. Вот, в 2023 сделали, в 2024 обещали, но получается эти паводки, по-моему, это паводки в прошлом году были или? Да, в прошлом году, да? Все, деньги ушли на эти паводки. В 2025 году, опять же, у нас не получилось. Все, ПСД, это опять же, 600 я купил только ограждений. Здесь сидят люди, вот, которые как его, помогали делать это ограждение. Вот. Ну, там были, в основном участвовали работники, ну, которые Аудастивакан и Ворстар, которые, как говорят же, что щит Ворстара же мастерет, а восставили, вот именно Солар участвовали там. Теперь медпункт. Жылда, ну, например, кейбірде естіп жатасың, например, скажем, укол істеп жатқанда салқыншы, іште терезелерден жылы, не, медпункттың ішіне капитальный ремонт жасалынды. Медпунктқа. 2 миллион 900 000, это трубы, левка, стены были там вообще страшные, вот, пластиковые окна, ну, как бы на все это 2 миллиона. Медпункт, 2 миллиона. Канализация. На мечеть, наша мечеть, когда его ремонтировали, там оказывалась помощь, плюс пластиковые окна, плюс столы, скамейки, посуда, вся, которая взята. Памятник ветеранам войны, тоже основное, да, население в этом участвовало, которое даже за пределами, вот. Ну, основное все равно было участие в этом ТО. Теперь 90 лет Ольжанки. Это, ну, не только, скажем, такие будни, такие дни, чтобы, ну, хотели, чтобы украсить эти дни, и тем более 90, ладно, 100 лет, до 100 лет кто-то доживет, кто-то не доживет. Вот. Кому-то будет это интересно, решите. На 90-летие было, это вы все в курсе, что проводились скачки, призовые места, это 500 тысяч, 400 тысяч, 350 тысяч, это на 3 забега. Кроме того, остальные вот эти борцы, бег собак, плюс продукты, все это 6 миллионов 200 ушло на это. Теперь дальше, вот, который опять же сейчас говорю уже, пластиковые окна, вот где-то, наверное, были поставлены, по-моему, 2 года назад, я уже не помню, сейчас я об этом, может, если даже, может, Аким знает, потому что, хотя я не являюсь, то он не является хозяином вот этого сейчас строящегося кафе, на это кафе на 5 миллионов 450 тысяч было потрачено. Это вот последние трубы, сбоны и незамерзающая жидкость. Сейчас там в любое время, если надо провести какое-то мероприятие за день-два в такие морозы, можно разжечь его и за 3 дня обогреется вот этот кафе. Можно 150 человек, по-моему, да, там большая какая была вместимость, таким. Сколько помещали тогда? Нет, 150 человек. Да, 150 человек. На это были взяты 146 стульев, была взята вся посуда. Вот. Ну, дальше еще есть вопросы, там надо провести это, канализацию, там то все, это уже в зимнее время это не сделаешь. Работал ранее управление сельского хозяйства земельных везде объезжал бәрі күлгілерді, ауылдарды бәрі біледі. Хозяйство бәрі мынау ауылдардың өмірінде қатысып жасап қазір есеп беріп жатсыз енді көбін халық жерінде түсінбейді ол. Налог нелердің бәрі төлеп жатқан, запчасти нелерін алып жатқан. Это ол жұмыс жасап жатқасын сіз аласыз енді, одан ешқайда кетпейсіз. Минеральное удобрение это бәрін сіз аласыз, это агротехнику обязаны соблюдать. Раз жер в общем объеме где пашня 345 гектар бар, надо, не надо это вы будете приобретать. А вот именно мынау социальные эти населения, қандай жұмыс жасайды.
қанша қаражат бөлінеді мысалы. Соны естиін деп едім. Только вы что, вы не считаете за социально, что... Жоқ, мен сізге жай сұрақ қойып отырмын, сіз оған ашуланбаңыз. Мен сұрақ қойып отқаным, жылына қанша, какая сумма? Именно за этот год, его можно посчитать? Сейчас, Да. Ну, в этот год, если взять вот это тоже для необходимое для жизни села, это, скажем, вот это же кафе, также вот социальные проблемы, которые, скажем... Кафе өзіңіз көтеріп отырсыз ба? Ну, да, здесь и люди тоже, да. Я вам говорю, халық чистый. 90 жылдыққа да халық чистый. 90 жылдыққа халық жинады, чистый халық жинады. 4 миллионға жақын жиналған жинап деп айтыңыз, істелген істел деп айтыңыз. Бұл жерде жылдық отчет. Ақша таппаймыз, тұрғындарды общий счетқа лақтыра береміз. Жоқ, олай не қылмайды. Жұмыс істемейміз. Бізге сөз бересіздер. Алда қандай жоспар тұр? Мақсат қандай тұр осы тоуда? Мысалы, қанша? 25 адам жұмысшыларыңыз бар. Мен 24-ші жылы күзде мен мұнда болдым. Келгенде танысуға осында келдім. Сол кезде мектеп жөнінде сұрадым. 25 оқушы бар. Осы жылы где-то 15 ен? 13 азайып бара жатыр саны. Жастар сонда түрі сөйледі. Мысалы, жұмыс орны жоқ. Жұмыс болмаса қалай күн көреміз, сосын көшіп кетіп отырмыз. Бізге ауылды сақтап қалу үшін жұмыс орнын ашу керек. Жұмыс орнын ашып, сол сүт фермасын, откор площадь, мемлекет бағдарламалары өте көп бар. Мысалы, қазір осы күнді міне ауыл шаруашылық бөлім басшыларының бәрін жіберіп отыр. Түсіндіруге, ауыл аманаты бағдарлама бойынша осы біздің солтүстік өңірге 8 миллиард теңге бөлінді. Біз кәсіпкер болуға, жұмыс орнын, самозанятый болуға, біз предпринимательство ашу үшін заявка беріп, сол бағдарламада қатысуға болады. Мысалы, 4 мың МРП-ді физлицоға, 10,5 миллиондай қаражат, если кооператив туы болса, оған 2,5 мың МРП, ол 30 миллионнан асылады. Бүгінгі күні біз енді еліміздің жағдайы туралы айтып отырмыз ғой. Мен енді өзім таныстырып өтейін, мен осы жердің тумасы, өзім зейнеткермін, мен Қосаққа зейнетке шықтым. Осы жерде 47 жыл еңбек еттім. 77 жыл школа бітірісімен Лабан училищесіне түсіп, оның 8 класс бітірісімен 3 айлық каникулдан жұмыс бастаған. Содан мен 47 жыл жұмыс істедім осы жерде. Сол әскерге кетпей тұрып, осы жерде ауылдастар біледі. Осы жерде баздың төбесін, жерде қоймалардың төбесін бригадир болып, не болып, соның төбесін жақтық. Сол кездегі жастарға сондай не деді. 2001 жылы біздің елге келді. 2001 жылда көктемінде осы жерде жігіттер бар шығар, жиналыс болды. Бұлар бұл келгенде жалғыз емес, қасында кореецтер болды. Ақша кореецтер болды, оның қалтасында сон тиын ақша да болған жоқ. Ол Марат деген жолдасы болды қасында, жас жігіт. Міне, бірге келді. Содан 1 жыл істеді. Кореецтер көрді, қарағанның кореецтері қандай жағдай екен. Олар қолын бір-ақ сілтетті кетті. Содан қалды, ақша жоқ, не жоқ, міне сонымен халықты 13 жылға шейін қинады. Мен ауылда міне бір өтірігі жоқ, осы жерде кісілердің үйінен қарсы сұрап, осы міне қазір айтсам ренжітіп шығарсыңдар кейбіреулер. Міне анадан ақша сұрап, мынадан ақша сұрап, міне солай не қылды. Мен 97-ден 2005-ке шейін магазинді ұстадым. Соның 2005 жылы собрание болды. Сол собраниеда Жәнібек осы жігіттермен сайлады. Мен істеп жүрген жұмысымнан қандай өзімнің магазиннен пайда тауып жүрдім. Алдымда осының қасына шықтым. Бұл менің нақты не қылса, менің туған інім болады. Бірақ бірге өскен жоқпыз. Мен бірге өспегенімді де қуамын, атап жүрдім. Мен сосын айтайын дегенім.
сол 2001-не келді, 25 жыл өтті. 25 жылдың ішінде бірінші есеп беру мынау жиналысы. Біздің елдің міне алдында есеп берді ме? Жоқ. Айтыңдаршы кәне. Есеп беру жиналысы болған жоқ бұл. Міне бірінші жиналысы мынау. Есеп беру. Міне. Сосын мен сіздерді мейрам жақсы бол. Сіздер үкімет адамысыздар. Міне мен сіздерге айтатынмын. Кішкене жесткий болу керек. Міне кезінде әкім болды ғой. Әбілқайыр кім болды? Айттым, ертең дедім. Міне қасымда жүр. Бұл жерде может ел болмайды. Ертең бәрі кетек көш. Қандай заман болады? Сонда мал жүреді. Мал жүргенде мал сүйкені үйтет, сонда мынау біздің ата-бабаларымыз өзіміз де шеріп жатамыз. Сонда мынау жақсы қоршау болу керек. Мұны сыртында жоқ, жатыр. Мен сенің жағаласқан жоқ. Жанындағы үйді сендер міне, өш жерде отырсыңдар ғой бәрі, шеттен келген, ауылдан келген. Сендер жанындағы үйді көрдіңдер ме? Ішіне соңғы кісі айтқанда бардыңдар ма? Ішін көрдіңдер ме? 41-45 жылы бомбежкада болған жоқ. Ішіне барып көріңдерші. Мен соны сенің қасында жүріп қанша қақсадым. Мен айттым ғой, Сәлім, давай мынаған ақша бөл. Давай істейік деп. Сен бөлдің бе соны ақшаны? Сен жаңа міне айтқан сөздерің әдемі. Мен дейсің, мынау нені істедім дейсің. Бұны ауылдың студенттері 3 мыңнан, 5 мыңнан жинап, Сәкен шындығында жинады ма? Өйткені Сәкен аға не қылып жатыр? Ел міне не қылды? Жинады. Сенің бар істегеніңді мен айтайын, медпункттан басқаны мен істедім деп айтпа. 25 жылда 1 миллионнан елге шығарсам да, сен 25 миллион бұл елге шығарған жоқсың. Сен неге өтірік айтасың? Сен қай жерде отчет бердің? Сен айтайын ба қай жерде отчет бердің? Сен Бурабайдағы казиноның алдында может сонда беріп жүрсің отчет. Жоқ, сен неге басыңды не қыласың? Сен елді бұлай неге не қылма? Сен 2001 жыл келгенде міне жол мынау, осы жол, осы биылғы міне Қонысбаев деген менің құдам болады. Өзі бірге істеген әріптес енді жұмыс істеді. Сол кісі қайтып атқанда міне ноябрьдің нешелерінде қайтты? 24-ті. Мына жердегі жолды көрсеңіздер, жол қаш. Көрдіңдер ғой? Бәрі. Міне КамАЗын жіберді. Содан анау сасқан үйрек артымен жүзетті үшін сол сияқты. Ән жерде не істерін білмей, Қасым сотын шығарды, үйтті. Ол кезінде мен жұмыс істеп жүргенде, міне халық айтсын айтпасын, мен халық бар ғой, тез өзгеріп кетті. Мен 1,5 жылма міне не қылдым, тез өзгеріп кетті. Мен осы Шүйбенкөлсінде, анау жаман қаланың, жаман карьеріне мен тасығанда, кім болды осының үшін жігіттер? Айтыңдаршы, Бека сен болдың ғой. Жаман қаланың, жаман ән жерде кирпичник кезінде Дагестандар ұстап кеткен, Шүйбенкөлсін не қылып тұрып, Свидерский марқұм мынандай кісі болған, соның істеген көпірінің бер жағынан бригадының қасымен жол салдым. Әлгі Шүйбенкөлін не қылып тұр. Бұл кісі ол кезде қайда жүргенін өзі де білмейді бұл. Одан мынау менікі енді не Алтынбек, сенің ішіне төктік қой әкеп. Неше КамАЗ әкеп мен не Шүйбенкөл төктірдім, айтшы. Сен айтасың, мен Шүйбенкөл, сен қашан Шүйбенкөл жүрден? Кімнен барып түспеймін? Сен Шүйбенкөл алдың, айтшы. Мен ғой ол Шүйбенкөлдің барлығы. Сен не істедің, айтшы, не істедің? Сен бұл елде не істедің? Сенің существовать етіп отқаның менің арқам. Мына жерде көрші хозяйство, казэкспорт астық, соның мысалы 1 жылға сайманы неше миллион болса жартысы сайманын мен әкелдім, өшшеге. Міне, орка жүріп жатыр. Макдон алып берген Кизат деген жігіт, әлгінің лентасы кетті. Егерде енді бірақ айтпайды ғой, бұлар қазір өйткені осының қарамағында. Әлгі кетті, Свидерскийге барған, Свидерскийге бұл казиномен надайы болған, ақша берген жоқ. Ал орқа топ. Мен жолдасыма бардым, айттым, мынау нені лента керек, сосын керек дедім. Барма деп сұраған жоқ. Оны 50 центнерлерің қайда сенің? Ненің бетінде жүрген, телефонның бетінде, сен жаңа что-то айтқан ненің ұқсамайды ғой әлде. Сен сосын өтірік соқпа. Мен міне жерде жолдасым болды, мынау көршімде. Былтырғы жылы мынадан шыққаннан кейін мен жерімді алдым, 140 гектар. Сол 140 гектар былтырғы жылы егін септім. Міне сол мен жерге лем септім, 92 гектарға. Әр жағында 31 гектарға не септім. Ешмен септім мен. Енді өтірік айтпаймын мен. Өтірік айтпаймын. Жігіттер де көрген шығар.
20 центнерден лен алдым. Міне гектарына 20 центнерден лен алдым. Міне менде істеген жігіттер де бар ішінде 20 цент. Міне жуырда өткіздім 40 миллионға ленімді. А сен почему сенікі бұндай? Сен, во-первых, сен оқығанда, сен дұрыс оқыған адам емессің. Сен қандай егін шығатын жерге сен егін шығара алмай өтсің. Түсіндің бе? А сен мақтап отырсың, мен осы жерде осындай земельный пай бердім деп. Сен мынау Троицкі биылғы жылы қаншадан берген, не шалқар? Айдар бар ма мына? Айдар. Шалқардан алатындар жігіттер бар ғой. Сен олардың қанша килограмм на гектар алғанын білсең бірінші. Мына Троицк килограмм на гектар алды. Міне шалқар 160 килограмм на гектар. Факты мені саған көрсетпейді. А сен жаңа неше деді? 127 килограмм на гектар оның бергені. Мен есептеп отырмын, мен 42 гектарыма алған. Еще сасып кеткен бір жердің несін әкеп берді. Қарсақтың да сасып кеткен. Өзіміздің дұрыс дүниені жіберіп, басқа жерден сасып кеткен бізге ешмен әкеп берді. Менің жылқыма бердім, жылқым искемейді данан. Сондықтан өтіріктің арты бірақтықтан. Сен әндағы айтып отқан. Мен мейрам жақсы ғой. Сосын мені осы күнге шейін мен 2 күннің бірінде сот. Менің міне мына кісі менімен соттасып жатыр. Былтыр сіздерде органнан полиция бар ғой, иә? Былтырғы жылы ораза жүріп жатыр. 26-ма 27 Школ. Абылай. Сол күні бүкіл Володаркадан бір машина, Арқбалықтан бір машина полицияны алып кетті. Байғалы көрдіңдер ғой сендер? Көрдіңдер ғой? Бір полиция, жұрт тілегін тілеп, баласының несіне болады. А менің үйімде траур болды. Бір, міне, мынау алып кетті. 2 машина полиция алып кетті мен. Содан мені анда шақырды, Володаркаға пәлен қабат не қылды. Ақырында 26 апрель күні олар менің неме соткама жазып жіберді. Сіздің неңізде ешқандай уголовный не жоқ деп. Әлгі біткеннен кейін бұл алды да мені сотқа берді. Міне әлі соттасып жатыр. Бұның барлық ақшасы қайда кетіп жатқанын айтайын ба? Бұда қазір пәлен юрист. Сен мен не қылғандағы юрист кім болды? Атын айтшы. Мені қана Қабдышев ана сені кім көрді? Енді жерде соғыстан кейінгі жылдары менің атам осы жерде председатель колхоз болды. Нағыз қиын жылдары 3 күнді соттатқан жоқ. Одан кейін міне Кеніштай Рамазан бригадир болды. Бір адам соттатқан жоқ. Одан міне Жұмаш ағамыз кешегі 96-97 жылдары ел бөлінді ол. Бөлінгендер түрі жоқ, массовый ұрлық болды. Бәрі істеді, мен де істедім. Өтірік айтпайды. Бидайырлық бір адамды соттатқан жоқ. А қазір біздікі өмір көрмеген сот, өмір көрмеген полиция. Міне осы міне күніміз көрдіңіз. Мен, например, бұған мен жерімді неге берем? 25 жылда менің жерімнен бұл елге бір тиын пайда тиген жоқ. Мен сондықтан сізден сұрайтыным, біздің жерімізді бұл кісіден алып бер. Мен ешқайсыңызды шық деп айтпаймын бұл жерде. Уражай болмады, үлкен уражай болды. Мынау Троицк 30-да бір жерде. Мен агроnemisiya жанында слабый болса қандай болады? Содан уражай болмады. Тастан паровой поле 13 центнерден бе, 10 центнерден. Соның заланып егін шықпаған. Сендердің пайларыңды кесіп сар. Сонда қанша алдың? Жеріңді айтшы. 140 килограмм. Неше гектар жер? 8. Сонда неше? Қалай шығып отыр? Мен айтып отырмын, мен 100 бірдеңеден беріп жатырмын. Айтшы кәне. Міне қалай беріп жатыр? Халық бар ғой, иә, сендер вообще басылып қалған адамсыңдар. Сендердің өздерің жерді бұл берген жоқ. Жерді үкімет бізге 49 жыл арендаға үкімет берді. Біз сол жерді пайдалансын деп берді. А ол жердің пайдасын көргеніне риза болып отқан. Сен бұлай да бұлай көрдің, сен халықты риза қыл. Халық сенен ештеңе сұрамайды. Қандай программалар болды кезінде? 7 миллион береді, елде үй сал. Бір үй салынды ма? Бір үйде салынды. Мен жолда міне осы биылғы жылы бөлініп шықтым. Техникам жоқ. Мына тоқтың ішіне кіргізбейді мынау. Кірсе, бұл жерде Амангелді бар ма? Амангелді, оның қазір правый рукасы кезінде Амангелді арақ ішкенде Амангелдіні
шығарып тастайық. Амангелдінің зарплатасы не боевой кетеді. Жатыр, жұмысы. Сонда мынау айтатын. Амангелдінің басына рядом срать не сяду деп, мынау айтады. Рядом срать. А қазір сенің басыңда тұр. 23 жыл бір неге? 23 жыл бұл. Неге бірге болды ғой? Неге сол кезде есеп бермеді? Жоқ, есеп. Ол осындай спортта қарастырылады. Онда корум болу үшін 50%-дан төмен болмау керек. Иә. Енді әр жағында байқаңдар өздеріңіздер. Мен енді ешкімге ештеңе деп жатқан жоқпын. Бұл кісіні өзім келген бетте ғана танысып отырмын. Сіздермен 24-ші жыл болдым. 25-ші жылы өте сондай бір ауыр жыл болды. Мынау аудан орталығында біраз жұмыс жасап, сонымен көп жүріп ауылға келмей қалдым. Енді қазір мен келіп жатырмын. Жұмысты қалай жүргізуге, қалай техника, сол жағын бәрі тоже ойлап. Қазіргі заң талабына сәйкес, 101 статья бойынша ғана тек қана общий собраниемен шыға аласыздар. Былай біз әкімшілікте жұмыс істесек те біз айта алмаймыз. Сәлім Қажыгелдиев болсын, басқа бір болсын, жеріңді сен бүйт, сен былай бер деп. Тек себебі заңға сәйкес істеу керек. 101 статья бойынша сіздер өтініш жазып, ТО-ның атынан солай тек қана бүкіл мынау қаншама халық бар, соның барлығы жиналып сол жерде тек қана шешім шығарады. Білесің, мен бөліп тоғыда. 22-ші жыл. Содан бастап мен келе жатырмыз, әлі шыға алмай. Жиналыс ашамыз. Ол бізде жиналыс ашқанда 10% халық жиналу керек бізге сөз беріп, 10% болу керек. А бізде бұлардың несі бойынша, ұстағы бойынша, ұстақта бұл басшыда 70%. Сосын қарымсалықта 10%. 80 ба? 20% бұл 167 адамдікі. Соны біз қалай 167 адам жиналуымыз керек қой? Шығу ғой. Енді жер кодексі бойынша бүкіл адамды жинап, тек қана сол жерде шешім қабылданады. Не менее 50%. Кворум болу. Солай. Заң бойынша, анау халықты жинауға кем дегенде 10%-тен адам болу керек. Просто жиналысқа шақыруға. Ал онда шешім қабылдау үшін кем дегенде 50%-дан аз болмау керек. Ал шақыру үшін 10% болу керек. Дұрыс солай тұрсың ғой, иә? Егер 10% бізге қол жинау. Енді оны егер 10% енді қазір немен алсаңыз бір адамда бізде 1,1 пайыздан кетті. Оны мысалы 100 адам жинағанда 10% болады. енді ол 100 адам ауылдың Қалай жұмыс жасайсыздар? жұмыс ең бірінші қазір енді бәріміз диалогда қазір мен техника алып мына жерге қойып қоятын мен ол жайдан жай ақшам немеге қояды техниканы алып қатар бәлен жыл мысалы 3 жыл бойы техникам тұрмайды оның жерде. Или ана жақта бір жер келеміз кіреміз бәрі бір күнде салынған жоқ қой. Бір жыл арендаға береміз аламыз. Солай айтамын, бір жылда бір техниканы алса, екі техниканы алып отырсақ, өзі солай жетеді. Оған бәлена не қылып, ол қорқып, не қылып, қазір қорқыған, мына емес, субсидия бар, үкіметпен жұмыс істеу керек, үкімет. Бәрі ауызша, мен сізге айтайын, Ол білем, оны мен істеп жұмысын, міне сұрып, тоже солай алып жатырмыз. Солай істейміз техниканы бәрі. Қазір тоғы деп бір ауылға келетін болса, мысалы, Сәлем Агро болатын болса, бұның конторы да жоқ ауылда. Баратын бір жер, директор да жоқ бұл жерде. Жоқ, бұда жалғыз жатады бастайға біріне. Ауылда контор болу керек. Маңайда тойын өттіру керек. Шеткі отыршайды. Арандап қойып тұр ғой. Білмейді. Менің есімім Ербай Жәнібек, әкім бірлестікке қызметіңізге сәттілік тілеймін, ауылға көмектеседі деп ойлаймын. Мен өзі 1977 жылдан бері және бригадамызда орысша залы тұрды. Высокой культуры земледелия. Ол кезде түрілдеп тұрдық. Одан кейін Жұмаш ағамыз басқарды. Лаверин ағамыз бригадир болды. Ауылда қиын қорғаймыз бәрі. Басқа маңайдан қарағанда, ауылдық жерге қарағанда, басқа ауылдарға қарағанда біз бәсекеге дайындық. Ең тегі машина сәлім келгелі, осы машина тракторный парктың жаңартты. Одан қала берді.
солярка, горючий жағынан біздің ауылда бір солярка болмай қалды деген жағдай болған жоқ. Әр жерде және майларды фильтрлерін уақытында аяқта сондай қадағалап несін не қылды. Сонда маған айтқан 300 миллион долгпын дейді, 300 миллион. О кезде 300 миллионның доллардың курсы қандай болды? Сонда бұл 300 миллионды қайда жіберді? Қайда жіберді? Сондықтан айтайын деген. Бұл любой возможность бар ма? Ол техника сенікі емес, және менікі емес. Ол оныкі. Любой момент ол сатады да кетеді. Шын ма? Сондықтан ел емес деп отыр. Түк істеп жатқан. Жауап беріңізші. Он енді айтып жатыр, что 25 жылдың ішінде, ну, конечно, вот агент там был или еще 24-23 года, вот, молчал почему? Вот. Сенің 25 жыл бойы өлтіргіңе тойдың. 23 жыл өзің бірге болдың ғой. Өз айтты, мен тоже, оны можно мы бәрі в бумажном варианте, бәрі можем это проверить. Ал енді міне, түк істеген жоқпын, оған ол арқасында ештеңе алмапты міне, да? 57 миллионға домики там поставлены, за это я оплатил. Так, вот это освещение, которое только там столб стоит, вот эта ромашка, за нее оплатил 1 800 000, установка только 1 миллион, с города приехали. А ограждение, которое там сделано, я не помню, где-то более 2 миллионов. Вот это ограждение. Это все же каких денег? Своих денег. Теперь, нет, теперь, это же оплата, это, теперь, вот, к примеру, я говорю, скажем, пьянствует или еще кто-то делает, чтобы ты мог какие-то рычаги иметь, ты мог распоряжаться отходами, ты мог распоряжаться сеном, сказать, тому дам, тому не дам, потому что надо было это делать. Теперь, вспомни, 22 год был, да, 23 год. Вот. Все даже денежные средства, которые оттуда уходили, вот весовщик, которая здесь была на заре, Саша ее звали, она сбежала, она даже на связь не хочет выходить же, она сбежала, 7 800 000, это, как его, в кассу, которую только поступила за отходы, за ячмень, за пшеницу, за все. Нет, ну что, где эти деньги? Ты же видишь? 100 мың келмей ғана, оның ішінде мына біздің тоғымыз қайда, готовый техникалар қайда, дайын әкелді бұл кісі айтқанда. Ал біз қарапайым 171 адамды 0,1% отырғызып қойған. Ол кезде біз керек қылған жоқпыз ғой. Мен өз бертін ғана ана жеріме пайымды арамалап отырған, оны интересно еткен жоқпын да. Енді шеттен жоқ басқа тоғалармен салыстырып қарасам, біздің алған пайымыз өте төмен дәрежеде. Жаңа Жәнібек айтып жатыр ғой, биыл өте көп алдық деп. Басқа сұрақтармен алғанда. Енді қарап отырсақ, биыл алған нәрсеміз басқа сол бізден төмен алған тоғалар бізден жоғары беріп тұр еще әлі. Понимаете? Мен басқа ештеңе айтпай ақ қояйын, біздің бір қоятын талабымыз бізде бөліп берсін. Біз қалай егеміз, қалай жинаймыз, оны жаңа сөйлесіп қойдық, бізге жігіттер бар айтатындар бірінші бөліп алыңдар. Сосын ағай сөйлесеміз деп. Қалай егеміз, қалай техника жағын өзіміз білеміз. 25 адам бөліп алғаннан көп жер болып шықпайды. Ол жер бөліп шыққанмен ел қалмайды. Біз сол жерде жұмыс істеп, осы жерге қызмет жасаймыз. Осы жерде адамдар жұмыс істейді. Налогтар районға түседі. Ал елде конкурент болмайынша ешқандай качество болмайды. Конкуренция болса, бұл кісі істесін, біз істейік. Зато конкуренция болады. Сонда көресіз качество бар. Күлет ештеңе жоқ мына жерде. Жаңа айтып жатқан мен блогымыз бар, бұл айтып жатсыздар, жақтап жатсыздар. Мен өзім жер менікі, мен сондықтан өз жерімнен нормальный пай алғым келеді. Бірақ сөз. Мысалы мынау ТО бар, жұмысын жасап жатыр расында. Былай керек міне зерновой 21-де 3 центнер гектара дейді. 24-ші жылы, 25-ші жылы 29. В целом біздің аудан 22 центнер, да? 22 центнер, средний район. Бұл жаман тоже показатель емес. Бір жағынан түсініксіз, сіз айтып отырсыз, қазір мынау бөлініп шығамызда ән жақта жігіттер бар. Ол жігіттер сенімді жігіттер ме? Олардың жұмыстар ертең қалай жүреді? То же самое, мысалы, ертең олар банкқа бір жерге закладывать етеді. Залог алуға, кредит алуға. Ол
қалай болады? Біз жер өзіміздікі, біз конституция бойынша өз жерімізге ең құқымыз бар. Иә, Бізді бар. шығармай отыр ғой. Біз әрі қарай бүлігі береміз бе? Біздің мақсат өзіміз тоғырамыз, өзіміз егеміз. Ешкім жерге залогқа салмаймыз. Залогқа салсаң, бүлігі берсең кетеді. Егер де туы ашып, өзіміз атына туы ашсақ, біздің жеріміз шықпайды кетпейді. Ештеңе жоқ. Бүгін де жалдады, бүгін де попросимыз. Бізде де сөйтеміз, онда ештеңе жоқ. Бәрі содан бастап, қалмағанда келгенге сөйткен. Поляктарда одан сайын Жоқ, сіздің құқығыңыз бар, конституция бәрін бар, ол дұрыс. Но мына жерде мысалы примерлар көп қой. Бөлініп шығып кетіп, сосын өз құқықтарынан, өз праваларынан, мысалы пайларынан айырылып қалғандар көп ондай. Соған сол болып қалмасын деп жатырмын. Қалай худо-бедно өз мынау ауылдың тұрғыны, ауылдың мынау шаруашылығы осы жерде. Осы жерде отырып шешуге болады әр сұрақтарды. Ұрсысып, енді семья ғой былай айтқанда бір ауыл. Жұмысы да солай болады. Қазір сіз айтып отырмыз ғой, біздің президент, облыс басшысы да бәрін айтып отырмыз. Білеміз. Соған біз уже сол күнге келдік. Қазір тапсырма беріп жатырмын, енді ірі компаниялармен айналысып, осы жылда жалғастырамыз жұмысты. Осы жылдан басынан бастап, мынау шағын шаруашылықтармен жұмыс жасаймыз. Мысалы, айтып жатсыз, қазір мен алып алам, сосын кейін анамен договор заключу, 5-10% беріп отырады, ал $1 пайдалану берсін. Заң айтқан, заңда жазылған. Шаруашылығың бар ма? Кәсіпкерсің өз жерімен өзін айналыс дейді. Бізде ол облыста территориальный орган бар, департамент по управлению земельными ресурсами. Олар тексереді. Шартты тексеретін құқықтары міне ауыл шаруашылық және жер қатынастар бөлімдерінде тұр. Көп шаруашылықтар осы. Жігіттер бала емес, міне ағалар отыр. Өзіміздің күшімізбен өзіміз егеміз, қаққан ашамыз, өзіміз егеміз. Өзіміз ғалына қалды ғой. Қазір мен біз ешкімге арена берген жоқ, өзіміз қаққан ашамыз, өзіміз егеміз. Ешкімге біз залог қоймаймыз. Потому что өзіміз жеріміз, біз бәрі береді. Ол анау жер айтып қалды өздерінің кінәсі шығар. Ол жағдайды зерттедік, біз білеміз. Бізге тек қана бөліп берсін, әрі қарай өзіміз қалып отырмыз, өзіміз жасаймыз. Сіздердің праволарыңыз бар енді, конституция болсын, жер кодекс болсын, бәрін айтылған. Просто мен оны сіздерге айтайын деп жатқаным, ол жай ауызша болып қоймайды. Егеміз, саламыз, техника жетеміз. Жүріп жатқан мен міне ауыл шаруашылығы және жер қатынастар бөліміне тапсырма бердім. Қазір өткен жылы ірі серіктестермен жұмыс біраз жасадық, тексеріс өткізіп бәрін. Осындай сұрақтарды қойып отыр. Неге үй салып жатқан жоқсыз? Мне естідім мына жерде, тыңдадым. Мен ана хозяйствосын жерін алып, жұмыс жасап жатырмын деп. Жер кодекс бойынша тыйым салынған оған. Субарендаға деген жоқ. Оны да білу керек. Бар ма жер? Право землепользования бар ма? Өзін пайдалану керексің, өзін сол жермен айналысу керексің. Қазір міне оппаны, жарайды, бөлінесіңдер, шығасыңдар, көктем келеді, қазір тұқым керек, гербицидтар керек, удобрение керек, техника керек, жанармай керек. Бар ма сол? Айтып жатсыздар, ана жақта жігіттер отыр, күтіп отыр. Мен мына шыққасын соларға берем деп. Тыйым салынған. Мен жай мысалға айттым. Ұрынып қалмаңдар просто. Мен мысалға айттым, сондай жолдар бар деп. Тоқтаңызшы. Мен мысал айтып жатырмын, но басқа жақтарға, елеукі жақтарға алсаң, мысалы жерлерін бір тодан алады да, келесі тоға. Бере салмау жоқ. Бізде бәрі мәселе шығып кетуді проблема болып тұр ғой. 70% жаңа менікі айтып кетті ғой, 70% бақсы өз атына жазып алған. Біз 120 адамды қайдан жинаймыз? Бәрі Астанада, Көкшетауда ешкім жинай алмайды. Еш қана бізді шығарып берсе, айтып отыр ғой, өзіміздің көтір алып кететін жағдайымыз бар. Жігіттер өзі ақшасын дайындалып отыр, міне. Бәріміз ұстазы кетіп, егін өзіміз алып шығамыз. Бәрі қалталы жігіттер. Қонақтар, мәселе мына жерде былай, видите, съемка жүріп отыр, былай байланысты отыр. Директор сіздерді жібермей жатыр деп тұрсыз, иә? Енді қараңыздар. 101-ші статьяны айтып өтті, земельный кодекс.
Оның 4-ші пункті 54-ші статьяға ссылка жібереді. Именно неге 54-ші статьяда былай жазылған? Пайызшықтан жиналады, 50% қосылып, оның 90% болсын, 70% болсын, ол қарастырмайды. Әр пайызшық бүгінгі күнде 146 пайызшықтың 70-і ме қанша, 80-і ме болып сайлау заявление жаздыңыздар, осы жерде жиналдық. То есть, сондықтан айтылған бұл коллективный, халық бәрі шешсе сізді шығарамыз деп. Онда шығасыздар. Бұл кісі, ал соңғы болған собранияда өз один голос болды. Қалған халық өздері голосовать ету керек. Собранияға келмеді. Екінші ретінде де келмеді. Бүгінгі собранияға егер де шығатын болсаңыздар, халық извещение біз жасайық, бірақ оған келмесе не істейміз? Сіз аласыз, қаралайсыздар, қаралайсыздар. Сізге біз 12 декабрь біздің жіберген письмомыз бар, Қазпоштамен жіберген, сіз қолдарға тиді. Бүгін еще 20-сы. Бір айдың ішінде сіздер үйлеріңізге беру керексіздер. Сондай күні жоқ, тыңдаңыз. Енді тыңдаңыз. Мен сіздің сөзіңізді бөлген жоқпын. Сіз менің міндетімді біліп отырсыз. Сол сияқты сіздің міндетіңіз бар. Жаңа өзіңіз айтып өткендей, егер де айлық уақытында сізге жауап қайтарылмаса, жиналыс болмаса, 46-шы бап бойынша сіздер оны мәжбүрлеу болады сот арқылы. Дұрыс па? Ол бұл жерде айғай жарат емес. Ол бұндай жағдайды сотта шешіледі. Но именно сіздің шығуыңыз, шықпауыңыз 54-ші бапта жер кодексінде конкретно жазып кеткен. Халық жиналып, 50% шешеді. Сізге мына жерден, мынаншама жерді бөліп беру. Басқаша бұл кісі әркім ешкім шешпейді. Халық қана шешеді. Бітті. Вообще сотта собрание решает, бағана айтып өттім ғой сол. Мысалы, ТО-дан шығу үшін арыз бәрі участниктар за месяц, бір ай бұрын уведомление жасалу керек. Содан кейін бір ай өткесін, если жиын жасалмаса, считается решенным. Егер противоречие болса, тогда сход жасалынады, сонда ол дұрыс емес. Ежегодно по завершению уборка күздік науқан өтеді ғой, қысқа қарай. Сол кезде уже есеп беріп отыр. Ежегодно. Жыл сайын қандай жұмыс жасалынды, қандай алда мақсат тұр, келесі жылға не істейміз деп. Сосын тырмысу керек. Бағана айтып өттім, жаңа жұмыс орнын ашу. Дұрыс айтып жатыр мен жерде мне. Бір үй салып беру керек, мысалы, жұмысшыларға. Жас отбасы бар. Привлекать ету керек, чтобы жұмыстар осы жерде ешқайда көшіп кетпесін деп. Көп ауылдар бар осы ауданымызда. Сондай жұмыс жасап, тырмысып жатыр, кетіп қалмасын деп. Шашылып қалмасын, бытырап кетпесін деп. Кейбір мұғалімдер, мысалы, мектеп жауып қалмау үшін, ана бала үйден, детский домнан балаларды алып жатыр, саны жоқ па. Мақсат сондай, мектепте жабылып қалмасын деп. Осы өткен жылда Светлыдағы ауылда бір мектеп жабылды. Енді 6 бала қалды, әке-шешелері өздері шешім етіп, өздері көшіп кетті, біреу интернатқа берді солай. Өкінішті ол. 76 ауылымыз бар ауданда. Қазір осындай жағдаймен, мысалы, қиындықты тұрып тұрып, жерді бөліп, анда-мында кетеміз деп, бірдеме істейміз деп, вообще ауылда жабылып қалға сондай жағдай болып қалады. Сонда түсіну керек. Мен енді жан ашып өзім біраз жұмыс жасап жатырмыз. Міне қасымда әріптестеріміз жүр. 10 жыл, 15 жыл жауып жатқан жолдарды ашып, ауылдарға бір жол картасын жасап, осы ауылға да кім саяд, жол картасын жасайды. Мынау жолды кім бақчан жақтасу. Жазды күні профилировка жасап, трубасына водосөбіні керек па, соны жасайды. Орман ағашты отырғызайық. Мысалы, өткен жылы Бірлістік ауылында сауықты және мәдениетті орталығын аштық. Ауылға үлкен бір нәтиже ол. Қасында мектепте спорт зал жоқ, оны да ойластырып жатырмыз. Осы жерге жасайық. Әдемі табиғат жақсы. Біз айтамыз ғой, историко-культурное наследие деген аудан жемчужина дейміз северного края, біздің Қазақстан бойынша. Ан жақтан бізде орталыққа, аудан орталығына біраз қонақтар келіп отыр. Аннан, мұннан. Мен өзім
мынау ауыл шаруашылық министрлігінде істегенде достарым көп, әр өңірде бәрі звондайды. Мен анау статусқа неге қоямын. Ана жерде жұмыс жасап жатыр, мына жерде жүріп жатыр, табиғатын. Сосын бізде Ботайға өткен жолы вице-премьер келіп кетті, презентациясы болды. Қазір мынау балының несі, тапсырмасы, соны жасап жатырмыз. Қазір мына жерге балаларға бір спорт площадка, игровой площадка ма, сол мақсат. Міне оған шама келеді шаруашылыққа жасауға. Мен көп пример айтып өтелем. Мысалы, облыс бойынша 800 гектармен, 1000 гектар, 1200 гектармен бар шаруашылықтар қандай жұмыс жасап жатыр. Сүт фермасын ашып жатыр. Анау отбасы, күйеуі токар заводта істеген. Жолдасы мұғалім, әр округқа, әр ауылға барып информация беруге. Дұрыстап түсіндіріп айтуға, бұл бағдарлама не үшін, қалай үшін, қандай механизмі бар, соны жасау үшін түсіндіруге жер батыр бұған, жүр қазір. Өздерін жай ойландыршы. Бәрілерінде праволарыңыз бар, құқықтарыңыз бар. Но ертең осы шығамыз деп шашып қаймаңыздар. Сосын айтпаңыздар, что айтпады деп. 3000 гектар деген, міне 3000 гектар, міне қазір қарасақ, міне 3045 гектар, жалпы мынау жайылым жер 1859 гектар, бүгін 64 жылқы басы бар, ол жетпейді оған. 258 бас болу керек. Такет түсінесіз бе? Білесіздер, элеваторлар бәрі, тұяқтар бәрі салынып жатыр. Қазір енді мынау мал шаруашылыққа мән беруге, сол жаққа ферма салуға. Мен өзім мынау Мағжан Жұмабаев ауданынан жерлесім бар, Қайрат деген Жәнібек. Бір 15 үйғанақ болды, қазір 30-40 үйдей болып қалды. Көшіп келіп жатқан отбасыларını шақырып, бәрін мектеп, начальник классы ашып тастады. Балабақша ашып тастады. 400 бе, 500 бе бас тұрғындарға қарап отырмын. Зал жарық болса да беттері қара, ренжігеннен. Сосын мен ана инвесторға айттым, до чего ты довел хозяйство? Мынау халық чөм виноват? Ладно, пайларын бәрін бер. Неге бір үй салып тастамайсың? Кішкене бір көңіл көтер. Жас отбасы механизатор істеп отыр. Доярка ма, бір істеп отыр. Бер, кілтін бер. Торжественно, салтанатты бәрін жасап. Мойша салып таста. Кафе ашып таста. Кафе етіп отыр, жаңа мынау қасымызда ғой, 150 орын. Это ауылға жақсы ғой. Ертең туған күн той бірдеме өткізіп жатсаң, жабдық бірдеме өткізіп жатсаң, туға өткізіп жатқан, бұл бәрі керек. Мешіт бар, үйден мешіт жасап. Онда менің де жерім бар. Бүкіл перейлердің бәрін де Ақсақозлығында перейдің бәрін емделіп алған. Айналдырған 20 рабочий бар ма? Соған беріп, қалғаны шабылмай қалады. Оны да шапқызбайды бізге. Біз ағаш-ағашын, кус-кустың жері, шөбін ала шабамыз. Өз техникамыз. Бір техника бермейді. Ана суға қатып қалған. Суға қатып қалған. Ең соны түсіп алайсың, мыналар техника суды, анан түсіріппеш, рағанмен десін, жолыңа біздің адым өтеді. Соны түсіріп бермейді. Өйткені айтып қойған, бұлар бізде жұмыс істемейді, жермейді. Бұл бізде жұмыс істемейді. Бұрылма деп айтып қойған, амадеті бұрылмайды оны. Трактор өтеді, артынан невамен бригадир өтеді. Бұрылмайды бізге. Біз үлкен жұмыс істемейміз оларда. Міне сондай халыққа көмегі жоқ. Ешқандай көмегі жоқ. Абсолютно міне істейді, көмектеседі. Және көмектеседі. Аманкелді өзіне, Алтынбекке әлі жаңағы сөйлеп отырған. Сондай өзінің кісілері бар. Басқаға бұрылмайды. Жылқының өзіңіз қоспайсыз ғой байғалы? Саярка жүрмейді. Бізге беріп атсың ба жылқын сені? Мен аттен сұрам. Айтып ем, саярка жүрмейді. Мен міне өзім ауырам, сирағынау, атпен жүріп қарсырам. Сіз көріп беріңіз, атпен жүріп қарсырған. Сондай сәйді өмір сүреміз. Сіз жай бержа ғой әңгімелеп жатқан. Мал ұстаймыз, малы жоқ. Өтірік ауылды малдарына табыра басып қойды жылқыларына. Қара мал атымен жоқ.
жылқы өзінің 10 жылқысы бар, 14 жылқысы бар. Бітті. Басқа ештеңе істемейді.